Қыздар, саламатсыздар ма? Қазір сіздерге доставканы мен қалай жасаймын көрсетемін. Өздеріңізде, сіздерде ауылда, қалада қандай курьерская служба бар, сомен жасайсыздар, жарай ма? Мен Яндекс курьермен жұмыс жасаймын. Вот, доставка дегенді таңдаймыз. Райымбека, мысалы 160 Қазір осы адреске доставка жасайын деп жатырмын. Өстіп картадан таңдайсыздар. Міне доставка бағасы шығады. Мынандай қатты қымбат болып жатса, онда кішкене күте тұрыңыздар. Себебі тариф Яндекстен спрос көп кезде қымбат болып шығып тұрады. Және астыда көріп тұрсыздар ма, виза 39.95 деген тұр ғой. Ол менің картам, яғни привязанный осы Яндекске. Сіздер де солай Яндекспен істейтін болсаңыздар, карточкаларыңызды байланыстырып қойыңыздар, сразу доставканы сол жақтан ұстайтын болады. Уточнить детали дейсіздер да. Кому вручить посылку деп тұрады ғой. Сол жерге клиентті жазасыздар. Клиенттің нөмірін жазасыздар. Кто передаст посылку дегенге өздеріңіздің нөмір жазасыздар, өздеріңіздің адресті жазасыздар. Сосын мына жерге аккуратно отнести клубничный бокс деп или букет деп комментарий жаза кетіңіздер. Ол чтоб келе жатқан водитель өзіне ответственность алу үшін керек болатын болады. Потом от двери до двери, егер клиент есікке дейін қолына дейін вручать етсін деп тапсыратын болса, от двери до двери деп таңдайсыздар. Немесе жер үйде кәдімгі адрес бойынша жіберетін болсаңыздар, осылай әшейін жібере берсеңізде болады. Сосын заказать такси дейсіздер, такси келеді. Клиентке таксиге яғни банан салып жүрген соң, курьерге беріп жібердім, или отдала курьеру дейсіздер да, осы маршрутпен поделиться етесіздер. Түсінікті ғой, Қазір сәл қымбатырақ болып тұр екен, мен кішкене уақыт күтейін. Немесе курьерді таңдаса болады, егер андай бокс доставка жасайтын болатсаңыздар. Но букет сондайға нежелательно курьерлер, өйткені ұзақ жүреді, олар автобуспен доставить етеді. Сол үшін доставканы желательно машинамен доставка жасаңыздар. Вот, қыздар, курьер келді, менің посылкамды алып кетті. Сосын клиенттен менен клиентке дейін осылай 25 минут барады деп Яндекстен сіздерге шығады. Осы ехать деген үстінен бассаңыздар, мынандай окошко ашылады, жоғары көтересіздер. Вот астыда поделиться маршрутом деген стрелка тұр, көрдіңіздер ма? Осыны басасыздар. WhatsApp дегенді таңдайсыздар да, и клиенттің нөміріне апарып осы ссылканы жібересіздер клиентке. Сонымен солай доставка жасалынады. Сәттілік, қыздар.